Кайырлы күн достар. Бүгүнкү биздин әңгимемиз Coursera платформасы жайында болмак. Галымдар сөйлесин блогунун бүгүнкү конагы Автоматтандыруу және ақпараттық технологиялар институтунун директору, техника ғылымдарынын доктору, профессор Өскенбаева Раиса Каби кызы. Раиса Каби кызы, кош келдиңиз. Coursera ол кандай платформа? Сатпаев университети бул жүйөгө качан косулду және платформа кай убактан баштап колдоно баштады? Саламатсыздарбы? Сиздерге рахмет чакыргандарыңызга. Бұл Coursera деген ол жалпы халыкаралык, жалпы онлайн окуу курстары. Сатпаев университети бұл Coursera платформасына 2022 жылы 1 сентябрдан қосылды. Оған дейін біз көп уақыт жұмыс жүргіздік. Біз шартқа отырдық Coursera мен Сатпаев университети июль айында 2022 жылы. Сонда 3-4 ай біз дайындық жасадық. Өстіп Coursera-ны біз оқу өзіміздің барысымызға қостық. Қанша студент Coursera платформасынан білім алды, олардың барлығы курсты аяқтап сертификат алды ма? Coursera онлайн оқыту платформасына университет қандай жетістіктерге жетті? Яғни курстардың нәтижесін көрдіңіздер ме? Бұл өте қызықты сұрақ. Coursera платформасына біз 500 лицензияға шарт құрып, Coursera мен сол 500 лицензия алдық. Оған 450 студентті қосып, 50 лицензияны білім беретін біздің оқытушыларды қостық. Олар өздерінің деңгейін көтеру керек, және балалар мына біздің оқытушылар не оқып жатқанын білу керек. Сондықтан 50 лицензияны профессор құрамына қалдырдық. Ал енді жаңағы 450 лицензияға келсек, 450 студентке. Ол бізде 14 бағдарламада 6 кафедра қосылды. Сонда біз бірінші мен 4-ші курстарға дейін емес, оның ішінде 2-ші курста және 3-ші курста оқып жүрген студенттері алып, 2 пәннен 10 кредиттен нақты міндетті түрде оқитын қылып, Coursera мен біздің өзіміздің оқу бағдарламасын гармонизировать еттік. Ал енді оқу барысында жаңағы 50 лицензия алған мұғалім, ментор болып, административтік право алып, Courseraдан күнде студенттің қай деңгейде оқып жатқанын біліп отырды. Және Coursera өзінің жағынан студенттің прогрессін байқап отыратын статистика жинап отырды. Сонда бала өзінше сабаққа Courseraға кетті, соның көйін сертификатты әкеледі деп айтамаймыз. Оны біз күнде 15 апта қалай сабақ береміз, тура солай 15 апта баламен бірге жаңа курсты өтіп отырды. Courseraға қызығушылық биік. Соңында жаңа сізге бір жауап бермей қалыппын, қандай нәтижелерге жеттіңіз деп. Ол біріншіден мына біздің студенттер халықаралық кеңістікке кірді. Не дегенсеңіз, шетелдің университеттері және біздің университеттердің дәріс беру әдістері де бір-біріне ұқсас емес. Сондықтан енді басқа оқу орнына барып оқыса бала, ол 1 жылда үйрену керек. Ал мынандай Coursera-да оқып, дәріс алған, тәжірибе алған бала тез үйреніп кетеді. Енді нәтижелеріне келсек, жаңа бір ғана пәнбен қойған жоқ, кейбір студенттер, жақсы оқитын студенттер қызықшылық көрсетіп, 20 сертификаттар алған студенттер бар. Неге десеңіз, жаңағы 10 кредитті ол міндетті түрде өтеді. Оған енді лицензия бердік қой 1 жылға. Міндетті түрде оған 5000 курсқа ашылады доступ. Сондықтан ол уақытын жаңағы бұл жерде үйренетін тағы тайм-менеджмент үйретеді. Уақытын қалай үйрену керек. Өткенде Coursera-мен бірге жасадық қой, Coursera Day деген кездесу. Сол жерде нәтиже көрсеткен студенттерге сол сертификаттарды табыстадық. Платформада қандай курстар бар, қандай курстар сұранысқа ие? Яғни студенттер қай бағытты көп қолданады? Біздің енді мына институтымыздың бағыттарына байланысты курстарды алдық қой біз. Ақпараттық технологиялар курсы, автоматизация курстары, жаңа биомедицина деген, мен жаңа айттым ғой, 14 бағдарламаны қостық деп. Олар тек қана ақпараттық технология емес. Соның арасында енді ондай да статистика жинадық. Coursera оны да қарап отырды. Қандай салаға студенттер несін көрсетіп жатыр, қызығушылығын көрсетіп жатыр. Ол мен мынандай екен, компьютер сайенс, қазіргі міне жасанды интеллект дейді ғой. Жасанды интеллект, машин learning дейді. Сол
Сонун көйін қазіргі уақытта мына data science деген сала дамып бара жатыр, ол аналитика деген. Және ең қызықтығы ғарыш технологиялары, космический технология дейді. Соған көп қызықшылық көрсетіп жатыр. Ондай бағдарлама мына Қазақстан бойынша біздің институтта бар. Сол бағдарламада оқитын балалар көп қызықшылық көрсетті. Және қазіргі уақытта мына ақпараттық технологияны әр салаға қолдануға болады. Мына біздің бір бағдарлама биомедицина деген. Ол биомедицинаның студенттері көп қызықшылық көрсетті. Міне осы 4-5 саланы айтуға болады, ең қызықты. Платформада тағы да қайталап айтайықшы, қаншадан аса курс бар, яғни нақты қандай салаларды қамтиды? Платформада негізінде 15.000 курс бар, негізінде түгелімен алса. Ол жерде университеттердің саны өте биік, мен нақты айтамаймын да. Ол ең белгілі университеттер, және әрбір университет кіремейді ол платформаға. Ана профессор өзінің курсын қою үшін университетінің аккредитациясы болу керек. Оның ол рейтингқа кіретін Стэнфордна, QS Time өткен аккредитацияны өткен университеттер ғана кіре алады. Ал мына Курсераға лицензия алып университет қосылып жатса, ол деңгейін көтереді. Сондықтан тезірек соған кіруге мүмкіндігі бар. Енді жаңағы 15.000 курсты оқып шығу енді оңай емес қой ол. Сала-салаға бөлінеді. Мына қазіргі замандың дамып жатқан саласының бәрі бар. Жаңа арт дегеніңіз де бар. Ауыл шаруашылығы да бар. Көбінесе қазір енді талаптанып жатқан, дамып жатқан салалар ол мына ақпараттық технологиялар. Оның және оның қолданатын салалары көп өте. Ал енді алдағы уақытта ұстаз ретінде айтыңызшы, қандай ұсыныс айтар едіңіз, қандай проблемалар бар осы? Проблемалар жоқ та. Ең біріншісі ол мына тілді білу керек. Негізінде Курсера ол Стэнфорд университетінің 2 профессор жасаған платформа. Ағылшынша курстардың көбісі. Соның көй мына Ресей қосылды, Ресейдің университеттері, Высшая школа экономики деген, МИФИ қосылды, МГУ қосылды, орысша тіліне аудара бастады. Қытай тілінде, соның көйін Европаның көп тіліндерінде бар. Негізгі тілі ағылшын тіл. Көбінесе біздің студенттерге енді сол ағылшын тіл қиынырақ болды. Қазіргі жас студенттер олар тез үйреніп кетеді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл тағы бір баланы студентті дамытып жіберудің жолы. Ол қай тілге болсын, енді ағылшын тіл енді халықаралық тіл болып жатыр, сондықтан сол бір қиындық болды. Басқа онша қиындық жоқ. Бір жаңағы ерекшелігі бізге қиынырақ болғаны, мен айттым ғой, міндетті түрде 2 курсты қостық деп біздің бағдарламамызға. Оның әлгі соңғы экзамен біз өзіміз алдық. Рубеж алған балдарын ол Курсера прокторинг деген бар, соны жасап, солар өткізіп бізге нәтижесін беріп отырды. Ал біз жақтан жаңағы ментор болған мұғалім, оқытушы, ол сонымен күнде статистикасын жүргізіп отырды. Қанша рет бала кіріп, қанша рет қандай нәтижеге жетті. Сонымен біз жаңағы соңғы экзаменді, файнал дейді ғой, оны біз өзіміз өткіздік, Курсерамен бірге. Оның санын көбейтіп жіберу бізге онша не болған жоқ. Санын көбейту керек емес, сапаны көтеру керек қой. Білім саласында сапа көтеру керек, сан емес. Сондықтан біз санап келіп, өзіміздің мүмкіндіктерімізді санап, 2 міндетті түрдегі курсты қостық. Нәтижесі өте жақсы болды. Балалар қызықшылығын көрсетіп жатыр. Келесі жылы тағы қоссақ жақсы болар деп сұранып жатыр. Басқа онша қиыншылық жоқ. Қазір мына ақпараттық технологиялармен қолданатын дамып кеткен елдің бәріне. Бұл ауыл ма, қала ма, ол бәрі бір балаларға. Уақытта білім алушылар курсты қазақ тілінде оқи ала ма? Ол енді жаңа мен айттым ғой, негізгі тіл ағылшын болып жатыр. Курсера ағылшын тілінде ғана емес, өздерінің дәрістерін француз тілінде, Қытай тілінде қойып жатыр. Біз де сондай талап қойып жатырмыз. Мына екінші біздің Курсерамен қарым-қатынас жасау деңгейіміз, ол мына біздің университеттің курстарын Курсераға халықаралық университеттердің бәріне көрсету. Біздің курстарымызды да пайдалану керек басқа елдер. Соны
ағылшын тілінде емес, қазақ тілінде де қоюға талап етеміз. Біріншіден қазіргі мына біздің министерство жасап жатқан жұмыс, ол қазақ тіліне аударып жатыр көп курстарды. Ол енді регионалдық университеттерге көп лицензиялар беріліп жатыр деңгейді көтеру үшін. Ал енді қазақ тілі ағылшын тілі ретінде, француз тілі ретінде өзің тіліңде көрсетуің керек қой. Сондықтан біз ағылшын тілінде де дайындаймыз курстарды, және қазақ тілінде де дайындаймыз. Керек курстарды кейбірін қазақшаға аударып, ол курсермен жұмыс жүргіземіз. Қазақ тіліне аударып, қазақ тілінде қойғызамыз. Раиса Қабиқызы бүгінгі Курсера платформасы жайында қоғаммен байланыс орталығының студиясына келіп, өз ойыңызды ашық айтып, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға.